8 сәуір күні Майамиде UFC 287 турнирі басталады. Бұл турнирдің барлық қатысушыларын сіздермен таныстырып өтсек, әйелдер арасындағы төменгі салмақта Жакелин Амарим Сэм Хьюспен кездеседі. Ал жеңіл салмақта Шайлан Нұрданбеке Стив Гарсиямен кездесу өткізеді. Тағы да жеңіл салмақта Игнасио Бахамендес Николас Моттамен кездеседі. Ал әйелдер арасында Сантио Кавильо Лупита Гудиниспен жұдырықтасады. Ал орташа салмақта Чимаевтың бұрынғы қарсыласы Джарильд Маршат Джо Пайфермен кездеседі. Ауыр салмақта Чейз Шерман Крис Барнеттпен жұдырықтасатын болады. Ал Мишел Уотерсон мен Луана Пинейро әйелдер арасында жеңіл салмақта кездеседі. Жартылай орта салмақта Майкл Киеса Чимаевтың бұрынғы қарсыласы Ли Джи Лянгпен кездеседі. Ал орташа салмақ категориясында Келвин Кастеллан Крис Кёртиске қарсы өнер көрсетеді. Келвин Кастеллан қатарынан 2 рет жеңіліс тапқан. Соңғы жекпе-жегін 2021 жылы өткізіп, Джарильд Каннанеден төрешілердің даусымен жеңілген болатын. Жеңіл салмақта UFC тарихындағы ең жас жауынгер 18 жасар жеңілмейтін мексикандық Рауль Росас UFC-дегі өзінің екінші жекпе-жегін өткізеді. Ал оның қарсыласы 25 жасар американдық Кристиан Родригес. Ең қызығы, екеуі де UFC-ге Дана Уайттың үміткерлік сериясынан кейін келген. Және екеуі де алғашқы жекпе-жектерінде қылқындыру әдісімен мерзімінен бұрын жеңген болатын. Кристиан Родригес UFC-де 3 кездесу өткізді. Оның екеуін жеңіп, ал бірінде жеңілді. Рауль Росас былтыр сәтті өнер көрсетіп, 7 реткі жеңіс сериясымен келе жатыр. Орта салмақта Чимаевтың бұрынғы қарсыластарының тағы бірі Кевин Холланд Сантьягоға қарсы өнер көрсетеді. Ал жеңіл салмақта рейтинг бойынша 6-шы орындағы Роб Фонт рейтинг бойынша 12-ші Адриано Янессемен кездеседі. Адриан Янес UFC-ге 2020 жылғы Дана Уайттың үміткерлік сериясынан кейін келген болатын. 5 сәтті кездесу өткізіп, оның 4-еуін мерзімінен бұрын аяқтаған. 9 реткі жеңіс сериясымен келе жатыр. Оның қарсыласы Роб Фонт қатарынан 2 рет жеңіліс тапқан. Бұл кештегі ең маңызды кездесулердің бірі жартылай орта салмақтағы рейтингтік кездесу. Рейтингта 5-ші орындағы бразилиялық Гилберт Бёрнс рейтинг бойынша 11-ші орындағы американдық Хорхе Масвидальмен кездеседі. Хорхе Масвидаль 38 жасар базалық боксшы. Бірден нокаутқа жібере алатын соққыға ие. Американ топ-тим командасының атынан шығады. Оның есебінде 51 аралас жекпе-жек бар. Оның 35-і жеңіспен, ал 16-сы жеңіліспен аяқталған. Страйкфорстың бұрынғы жауынгері 2013 жылдан бастап UFC-де өнер көрсетеді. Ол Дональд Сироне, Бен Аскрин, Нейт Диас сияқты танымал жауынгерлерді жеңген. Камару Усманмен 2 кездесу өткізіп есте қалған. Хорхе Масвидальда 3 жеңіліс сериясы бар. Соңғы жекпе-жекте ол Колби Ковингтоннан төрешілердің шешімімен жеңілді. Ал оның қарсыласы 36 жасар бразилиялық Гилберт Бёрнс. Базалық палуан соққы техникасында да өзін жақсы көрсетеді. Джиу-джитсудан қара белдік иегері. Аралас жекпе-жекте 26 кездесу өткізіп, оның 21-ін жеңіспен, ал 5-еуін жеңіліспен аяқтаған. UFC-де 2014 жылдан бастап өнер көрсетеді. Гуннер Нельсон, Стивен Томпсон сияқты жауынгерлерді жеңген. Бёрнс те дәл Масвидаль сияқты Камару Усманнан мерзімінен бұрын жеңілген. Хамзат Чимаевпен керемет жекпе-жегімен есте қалды. Соңғы жекпе-жегінде Нил Мегниді ауырсындыру әдісімен алғашқы раундта жеңген болатын. Бұл кештің ең басты оқиғасы орта салмақтағы титул үшін жекпе-жек. Бұл дивизионның су жаңа чемпионы Алекс Перейра бұрынғы чемпион Исраэль Адесаниядан белдігін қорғайтын болады. Бұл жауынгерлер үшін реванш екені белгілі. Өткен кездесуде Алекс Перейра Исраэль Адесанияны 5-ші раундта нокаутқа жіберіп, UFC-дің жаңа чемпионы атанған. Тағы бір айта кететін жайт, екеуі де кәсіби кикбоксерлар және 2 рет рингте кездескен. Алекс Перейра 2 ретте де кикбокс ережесі бойынша жеңіске жеткен. Яғни бұл жекпе-жек екеуінің 4-ші рет кездесуі десе де болады. Исраэль Адесания үшін Алекс оның карьерасындағы ең қолайсыз қарсыластардың бірі. Исраэль бұл реванштан бұрын былай деген болатын: мен оны жеңе аламын, мен қолымнан келетінін білемін. Алғашқы раундта нокаутқа жібере жаздағанымды барлығын көрдіңдер. Мен оның жолы болды деп айтпаймын. Ол жаттығу лагерлеріне ақшасын аямай жұмсаған. Сондықтан да оның жақсы жоспары болған. Перейра мықты жауынгер. Мен оны жеңе аламын. Бәлкім өзімшілдік сияқты көрінетін шығар, бірақ келесі жолы оны жеңіп бұл қиындықты еңсеремін деген болатын. Ал Алекс Перейра жекпе-жек бұрын былай деген: мені келесі жолы кіммен шығатыным ешқандай алаңдатпайды. Келесі қарсыласым Адесания бола ма, басқа бола ма, бәрібір. Адесанияның орнында болсам жақсырақ ойланып демалыс алған болар едім. Бірақ сонда да мен оған реванш беремін, өйткені ол оған лайықты. Адесания титулын 5 рет қорғап қалған болатын. Және бұл құрметке әбден лайықты деген екен. Қазақша контентті қолдап, белсенділік танытып, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз.